ортаға Түркістан қаласынан келген Қажымұқан Абзалов шығады. Қажымұқан талантты ақын, бірақ осы көптеген жол деймей кішкене шегініңкіреп жүреді. Бүгін ортаға шығып тұр. Қажымұқанмен айтысатын ақын, Алашқа әйгілі Қарағандының серісі Дидар Қамиев. Құдайым адастырмас бағыт берген бауырымда қара таудай өгәгәй алып түрдің ай. Ассалаумағалейкум Жамбыл елі, шайырға шап деп бүгін шабыт берген. Ең алғаш 10 жасында домбырадан парағын ашқан ұлмын әліппемнің. Әкем марқұм айтыстың бір мақамын үйретіп содан жырға дәніккенмін. Ол қай мақам десеңдер әуен еді, Әзімбек Жанғұлиев даңқ бердің. Содан бері 20 жыл өткен екен, есейіп оң солымды танып көрдім. Бұл күнде әзекемде, әкемде жоқ, болсын жатқан жерлері жарық бермін. Таразда айтыс өтеп деген естіп, арқадан ат терлетіп шауып келдім. Жанардан бір тамшы жас мөлдір етіп, әніне Әзімбектің салып келдім. Мен айтыстың аулына алып келген, әуенін әзекемнің аулына алып келдім. Өлеңді табан асты құра үрдім. Шынайы жырмен кірер өгәгәй шыра елдің ай. Дидардың қарсыласы кеш ауысты, дайындығы болғанмен бір ай елдің. Алтынгүл апайымыз шықпай қалып, сен сахнаға қалымды сұрай ендің. Қажымұқан деген атың ерекше екен, назарын аударып тұр мынау елдің. Қажымұқанның тарихта өз орны бар, бейнесін көрсеткен соң шынна ердің. Ал сен болсаң әзірге жарап тұрсын, орынын толтыруға өгәгәй бір әйелдің атанған қажы барып, болда бұл күн жанына жайға сайын өгәгәй ордалылдың ай. Атақ
аты Қажы Мұқан аттасын деп алдында мақтанасың ел қауымның. Әлемнің 30 елін аралаған мұң айтпасып бір еді оғлан ұлдың. Сені де Қажы Мұқан деп атақты, атанан түссін деп сол жолға бір күн. Сен бірақ Шымкенттен шықпай қалдың, арасында арғауыл бергауылдың. Қолыңа домбыр ұстап ағым бопсың, ауыр тасын көтермей қолға кірдің. Шымкентте айтыс болса ғана шықтың, намысын деген кезде қорғауылдың. Жүрсіннің жарысына қатыстан деп шығыпсың тұңғыш рет жолға бұл күн. Құрдасжан ау мен сонда түсінбедім, жолымен келесің сен сонда кімнің? Атаңа атын ғана ұқсаған ба, көңліңе түсірмей ме ол да кірбің? Әлемнің 30 елін көрмек түгіл, Тараздың қақпасынан угагай зорға кірдің. Балдыз деп шақыратын бізді айтысқа, сеніңкіндей жезде жоқ біз байғыста. Мынағанда байқамай кіріп кеттім, жоқ едім жазда қыста күзгі айтыста. Дейсің бе жұрт әлемге барып жатыр, ал мені облыстан ағып жатыр. Айтысқа шықпайсың деп маған айтпа, айтатын адам арғы жағында отыр. Шақырса шықпайтындай бәлем бар ма, бәрібір ақын бауырың бабында тұр. Сен айтқан Қажы Мұқан қыпшақ еді, атағы бар әлемге мәлім батыр. Көп қыпшақты әлемге әйгілі еткен Қажы Мұқанның ерлігі толып жатыр. Дүние алма кезек демейді ме, сол дүние жүкеңе ауып жатыр. Енді бір Қажы Мұқанды әйгілі ету төрдегі бір қапшықтың қолында тұр. Алтын гүл өлең сөздің кен екен ғой, онымен айтысатын сен екен ғой. Апамыздың анасы қайтыс бопты, өткінші өмір деген сол екен ғой. Алланың дегеніне амал бар ма, адамның барар жері көр екен ғой. Апамның орнына өзім шықтым, шіркіннің жүрген жері төр екен ғой. Тек қана Қажы Мұқандар толтыратын алтын гүлдің орны кең екен ғой. Қаратаудың қасында білінбей тұр, әйтпесе әжептәуір дәу екен ғой. Таразда қонағына құрмет қылып, жерге бір қаратпайтын жер екен ғой. Аяқ асты қосылған баласында аяқ асты қылмайтын ел екен ғой. Тосыннан тосылсам да тосылмаған өзінде әжептәуір ер екен ғой. Қысқасы бұл айтыстың тізімінде жоқ жерден қосылғандар жоқ екен ғой. Ойда жоқта топ етіп төрден шыққан Тоқаевтан кейінгі мен екен ғой. Бұл орын алтын гүлдің тұрағы деп қамиып сахнадан қуады кеп. Ойпырмай не көрінді әңгіме одақ бір айтысына шығарып еді. Онсыз
30 жылда зорға шықтым. Сонда да отырмын ба кінәлі боп. Жұрт түгіл жүкең мені танымайды, бұл бала өз қайда тұрады деп. Қазылар да таңғалып тұрған шығар, қайдан тауып алдыңдар мынаны деп. Қазіргі қоғамдағы өзгерістер ойламаппын маған да жұғады деп. Әйтпесе 30 жаста кім ойлаған жүкеңе алғаш рет шығады деп. Осындай оқиғалар көбейді ғой, 30 жылда болатын бір-ақ реті. Осылай балаң топқа кіріп отыр. Тәуекелдеп белмекен буып отыр. Мен түгіл Астананың атаусты, ауысты да елдаңтан қылып отыр. Ақыры не болатын Құдай білсін, замендердің заманы туып отыр. Ассалаумағалейкум Тараз елі, бүгін мен кешегіге ұлы көпір. Алтын күн отырғанда ұрар ем ғой, маған да шапалақ ұрып отыр. Көршіне Шымкенттен келіп тұрмын, айтқызбай-ақ оны ел біліп отыр. Қарсылас Қарағанды өңірінен Қамиев Дидар деген ұлың отыр. Құрдастардың айтысы қызық болады, құларымды кішкене түріп отыр. Менің білгім келгені бұл айтыста бүйрегін қайсымызға бұрып отыр. Наржанбылдың құдайы көршісі мен Нұрсұлтанның көршісі шығып отыр. Кеудеңде бар адамдай қатқан кегің, жолыма құра көрме қақпан менің. Өзіңе сор болады деген қазақ, жыланның басып кетсең жатқан белін. Ауыр-ауыр сөйлейтін болыпсың ғой, немені бесігімнен баққан бедің. Ойында бірдеңенің буы бар ғой. Жоқ әлде үлкен жүлде тапқан бедің. Айтпақшы алтын домбыра айтысында кеудеңе үлкен медал таққан бедің. Айтыстың ақтаңгері атандың ғой. Біз айтпай-ақ біледі ол ақбар делің. Көтере алмай тұрғаның сол атақ па? Сөзіңді өзіңе сай шақтар медің. Ол медалді қазылардың бір алмаған, додада шаңғылатын шапқан жерін. Тіпті алмаған Аманжол Әлтайыпта айтыстың бағындырған атбал белін. Ал енді армансыз бір көсілгейсің, медаль тағып шіренген мақтау елім. Жездесінің жүрем деп жетегінде ағадан асып кеткен ақтан келім най. Жезденің жетегінде жүрген ер деп, жұрт алдында жүйкеңіз сыр берер ме? Медальды менен бұрын ақ қойды деп, күншілдігің барады-ау күнде меңдеп. Медальдің құны бар ма? Соны айтып салып берші тілмен өрнек. Оңтүстікке медальдің құны болса, мұң айтпасып атаңды мұң көмермет. 52 медальды таққан кеше
Қажымұқан атаң бұған тұр дәлел боп. Өмірінің соңында медаль сатып, оңтүстікте нан таппай күн көрер ме ед? Қырандай шыңға шықсам отырсың ау, жардағы жапалақтай күн деген боп. Сенің алар жөнің жоқ ол медальды, аман жолда төсіне ілмеген деп. Алдын орар ойым жоқ жүрген жанмын, ағамның соңын ерсем шын бедел деп. Айбекпен айтыссаң да айтасың ба, Қонысбайда бұл сыйды білмеген деп. Медальды Аужекеңнің өзі тақты, айтыста топ жарған соң жүлдегер боп. Ұстазым қайта бұған шын қуанды, желкенін үмітіңнің үрлегем деп. Жұрттың бәрі сен құсап ойлар болса, бұл қоғам кетпеу керек ілгер өрлеп. Ахметжан қазыда отпау керек, Әзімбектер бұл жерге кірмеген деп. Бекарыстар съезге бармау керек, Қаныбек президентке кірмеген деп. Әр заманның өз құрмет, өз сыйы бар, шайырлар дәл осылай жүрмеген бет. Жамбылда қара жаяу өткен жоқ қой, Сүйінбай Служебныймен жүрмеген деп. Ағайын мынау мені жеңсем дейді, ел алдында сазайын берсем дейді. Қойдың да бір арманы болат деуші, қасқырдың жылағанын көрсем дейді. 30-ға кеп бір медаль тағып едім, жұрттан бұрын Аққойдың төрсен дейді. Осы елдің момышұлы Бауыржанын батыр десе қалайша ел сенбейді. Кеңес одағы батырын тірісінде ала алмаған сенсең де сенбесең сенсенбейді. Ол атты бірақ оған халық берген марапат атағыңа қол сермейді. Ал бұл болса медальды өлең қылып сахнада иегі кемсең дейді. Батырлық пен ақындық жүректегі, кеудедегі медальмен өлшенбейді. Көңілде қалған тақпар мынандай бір, жанардың жасы доны жуалмай жүр. Кешегі 5 баланың қасіретінен жүректегі қайғымым тыналмай жүр. Балаларын қараусыз қалдырыпты деген ойдан кейбіреу шыға алмай жүр. Қараңғыда қалдырып балаларын жетсіп жүр дейді екен бұлар қайбір. Елдің айтқан мұңзарын мен де айтайын, Қарашаның жағдайы тым оңбай жүр. Айлығын жеткіз алмай ата-аналар балаға дұрыс көңіл бұра алмай жүр. Екі жақтап тапқанын баласының шайлығынан киімге жыр алмай жүр. Ал осыны ойлайтын дөкейлерін қарындарын көтеріп жүр алмай жүр. Жалақысын айтып ет депутаттар, заржылап шулады ғой олардай бір. Мемлекеттен миллион алса дағы, оған бола көңілдері жұбанбай жүр. Кеше 16 мың бұларға жетет деген ханымның сөзі ойдан шыға алмай жүр. Әйтеуір Қарашаға сенген қойдың күйсегенге аса бір қуанбай жүр. Жамбылдар халық менің шын атым деп артында сөз қалдырған ұрандай бір.
халық қалаулылары ал бүгінгі халықтың қалағанын қыла алмай жүр. Халық менің шын атым демек түгіл, өз берген уәдесінде тұра алмай жүр. Өзгені қайдан сосын жарылқасын, өздері кім екенін біле алмай жүр. Еліңде болмағанмен бәрі аласа, былықта жоқ емес ау араласа. Баланы көп туатын ел болғанмен көңіл бөлмейсіңдер ау балағаса. Дәрігерлердің салғырттық былығымен аты шыққан Шымкент қалаңаса. Қайбір жылы спидтен 11 бала көз жұмып еді дәлелмен жобаласа. Ол аздай кеше тағы жағдай болды, баяғы жарылмақ жазылмаған жаранаша. 10 айлық нәрестенің құйрығына клизма құямын деп бір дәрігер жасапты ғой қауіпті қадамаса. Ыстық сумен жасапты жасағанда, ақ халатты жаныңды қарабаса. Анасы білген екен жан түршігіп, шыңғырып сұрағанда балараша. 5 күн бойы қиналды байғұс сәби, дәретіне қып-қызыл қан араласа. Құрдасау сіздің елдің медицина саласын болады қайтып бағаласа. Атақты мед академияң бар емес пе? Тұрған талай орынмен, ордамен жағаласа. Айтшы ол сонда қандай оқу орны даярлай алмайтұғын маманаса. Жазыламын деп барған адамдарды жазудың орнына жараласа. Диплом деп берген құнды қағаздарын құйрықты тазалауға жарамаса. Дидарды әжептеуір жүйріктемен, жүйрігін құлдилатып құйғып келеді. Басты қойып құйрыққа бірден түсті. Қамиып клизмаға килікпе көп. Қозғағаның қоғамның дерт емес пе, ол үшін Шымкентке шүйікпе көп. Парасатсыз мамандар қаптап кетті, парақордың біразы билікке кеп. Танысы бар, білімі жоқ адамды жұмысқа аласын деп бұйрық береді. Жоғардан ондай бұйрық келу үшін сыбайласы арқылы сыйлық береді. Дәріні танымайтын дәрігерді одан соң аңқауелге биғып береді. Балық бастан шірейді деген мақал еріксіз ойыңызға құйылып келеді. Тоқ шекке толтырып ыстық суды, олар сосын құйрықты күйдіріп береді. Осылай о бастағы бассыздықтың ақырында азабын құйрық көреді. Тесік өңеш басшыға тыйым керек, ал халыққа сауырмақ сүйеу керек. Жемқорларды жоймасақ осы бастан азабын біздің қазақ кейін көреді. Тек қана Шымкентті кінәлама, болса да қанша жерден үйін бөлек. бір танықтай министр араласып, ол балаға берілді кейін көмек. Медицинаның отаны Қарағанды, бұл сұмдықты басынан тыю керек. Біздің біраз медбике
сендер жақтан бірінші сендерге де тию керек. Ең бірінші сендерге білім керек, сосын мейірбекеге мейір керек. Ол үшін паралатын басшыларым адалдық пен заңға бас ию керек. Бас имесен жаңағы ыстық суды содан кейін литрлеп жию керек. Кроваттағы ауырған балақ емес, креслодағы құйрыққа құю керек. Осылай жылы дейін еңселенді. Лояйық медальменен өлшегенді. Елбасы 21 мың берем деп еді, елде бір көтерілген еңсе болды. Аңқауқалық ақшалам деп ойлады, метіркесін жиып ап келсе болды. Керісінше әйелдер көше кезіп күніге аңдығаны кеңсе болды. Сөйтсек оны оп-оңай бермейді екен, соңынан 4-5 бала ерсе болды. Үйімді тінтейді екен комиссия кеп, көп балалы аналар көнсе болды. Кепедегі тауықты санақ қалып, көрдік қой үйіңді де өлшегенді. 21 тиында бермейді екен, үйіңде қотыр ешкі көрсе болды. Мен отыр үкіметтен үміт үзбей, әйтеуір сол тізімге енсе болды. Енді олар елбасыға сөз келтірмей 21 мың теңгесін бөлсе болды. 22 ғасырға өтіп кетпей 21 ғасырда берсе болды. Біз осылай жоғалттық мейірді де, біз осылай тоналттық пейілді де. Жаңағы 5 баланы айтып кеттің. Көріп тұр халық оның күйін міне. Өтініш баспанасыз қалдырмаңдар. Ар жағы боп кетеді қиын міне. Әр қазақ баспаналы болсын дейміз, мәселені қалдырма кейінгіге. Әйтпесе Құдай сақта, талай қазақ үйде жатып айналды үйіндіге. Дидар мені дұшпан қып білмесін деп, қасқыр қойды ойлайды күндесін деп. Жаңағы бір сөзіме өкпелеме, айтқан жоқпын медалды ілмесін деп. Қайдамен досым болып ескертіп ем, қасымызда тәкаппар болып жүрмесін деп. Ондай кеуде ешқашан қаға көрме, осыны ескертейін шын досың боп. Осыны ескерттім ғой шын досың боп. Кеудесіне тағылған бір медалі жүрегінің ішіне кірмесін деп. Үйсінге шеттерінен ауырдыңдар, ауруды емдеуден жаңылдыңдар. Осыдан 10 күн бұрын өздеріңде киік қырған атымен танылдыңдар. Даламның сәні болған 100 киікке жан-жақтан қару алып жабылдыңдар. Мүйізін қырқып алып байқұстардың өлігін 10 күн іздеп сабылдыңдар. Айтпай-ақ қояйын деп ем, мен осыны өздерің құйрықты айтып қағындыңдар. Осы мәселенің шеті не болып жатыр? Қане бір жауап берші Хамидидар. Құйрықтың клизмасы шешілді ғой, киіктің мүйіздерін бағылдыңдар. Өтірікшідей тастамас өз куәсін, алдыңнан әрбір жайды кез қыла
жоқпын. Сөз таптым деп өзіңді мәз қыласың. Ал өлімі қайтадан қайталанып, тағы да жумасын деп көзді жасың. Салғырттықтан сақтанғын деп айтып ем, жанашыған досыңды жазғырасың. Балалардың жағдайына бейжай қарап, өзіңше менен атың доздырасың. Шымкент кінәлі емес деп негіз оған, біздің жаққа мәселені тез бұрасың. Бетбақтағы қырылған киікті айтып, бет бақтырмай бет алды сөз қуасың. Жазықсыздар жазасын тарт демес пе, сот алдында мойындап өз кінәсін. Аямай айыппұлды салды үкімет, оған неге жүйкеңді тоздырасың? Әйтеуір сөзден жеңіліп қалмау үшін әңгімені басқаға тез бұрасың. Дәл сендей әумесерді көзге көрген жоқпын. Бас десе құлақтайды куәж қыласың. Адам мен жануарды салыстырып, жібекті өз алдыңды жез қыласың. Бөпеңнің қырылғанын айтып тұрсам, бөкеннің қырылғанын сөз қыласың. Жамбылдың көз ашылып құнды жырдан, дүниеге қарайтын дүрбі қылған. Мақта өлең айтқан деп жоғарыға, кей адамдар жағынбас қылды жылдан. Ол кезде мадақ жырды кім айтпады, өттік қой зауалы көп түрлі жылдан. Жамбыл жәкем жағынбас жалтақ емес, намазбен өткен адам бұл ғұмырдан. Осы күні бас ұрып бастығына, көбейді пенде көп дүние үшін мұңғы болған. Көкемнің көңіліне жақпайды-ау деп, кейбіреу намазында қылды құрбан. Кремльде отқанында намаз кіріп, Жамбыл жәкем құбылаға шын бұрылған. Жалтақ болса қазағыла салар еді, атам бірақ аяққа тілді бұрған. Сталиннің темірдей тәртіп емес, Құдайдың бұйрығына құлды құрған. Жүрсек деп Жамбыл салған жолмен дара, біз келдік айтыс дейтін керуен дала. Бірінші рет келгенде жарылыс боп кеудемізге тұнып ет шермен нала. Екінші рет еркелеп келіп тұрмыз, таразын орын беріп төрден дара. Үшінші жұлдызында төртінші айдың, жиналыпты кіл сөзге мерген бала. Жұдырықтай жұмылып бес саусағын, алталаш бас бармақпен берген баға. Жеті жюри отырған бұл айтыста, жетінші боп шықтық-ау елден дара. Жамбыл деген тізімде мемлекеттің 8-ші аймақ боп енген дала. Қарағанды дейтұғын мен боламын, 9-шы регионнан келген бала. Ағайын осымен көріскенше аман боп тұр, ақынның жанашыры сендер ғана. 10 аудандан құрылған облыста, орнымыздан кетейік 10 мен ғана. Жатқам жоқ бұл мекенге бекерге кеп, таразым сенің орның екен бөлек. Жамбылым қазағымның жырға қосты, қандығын бастап алған мекенге кеп.
шамамның келгенінше айтыстым ғой апамның орнына төтен дегем. Ағайын өздеріңе мың рахмет, отырдың өз балаңдай көтермедем. Мен әзірге сіздермен қоштасайын, ойламаймын финалға өтем бе деп. Одан соң Дидармен де қоштасайын, менен гөрі шығатын шетелге көп. Жөкеңе қош бол деуге қорқып тұрмын, тағы да 30 жылға кетем бе деп. Жақсы ма? Қазылар, Дидар Қамиев Қарағанды. Айтыстың ақтаңгері Дидар Қамиев. 1-10, 70 Қажымұқан Абзал, Түркістан.